Сіз Мыздахан комплексінде бүткүллей жер астында құрылған мақбара бар екенін білесіз бе? Бұл тек қана қабірлер жайласқан орын емес, ол жер бетінен 30 метрден асылан болған табиғи биік төбешікте жайласқан 5 бөлмелі сырлы сарай. Мыздахан комплексіндегі құрылысы ең өзгеше естеліктерден бірі бұл Назлымхан сұлу. Ол 14 ғасырға тиесілі болып, халық арасында қыз үйі, супы қыздың үйі, емаса сарай аты менен белгілі. Ең ажайып жері ол бүткүллей жер астында салынған. Сырттан тек 8 қырлы гүмбезбенен бірнеше гербіш диуал көрінеді. Бірақ ішіне кірсеңіз ұлы ма өзгеше көрініс. Бұл текше болса бізді төменге, анықырағы сізді хайран қалдыратуын мақбараның тикарығы бөліміне алып барады. Қараң, оның реңлері һәм нағыслары бізді әзірге шекем таң қалдырады. Бірақ оның артында бір мұхаббат афсанасы бар. Бір күндері хүкімдарлардан бірі кімде-кім ажайып имарат жаратып, һәм мені хайран қалдырса, өзінің қызын соған беруді айтады. Қызға ашықлардан бірі жер астында имарат құрып, оның гүмбезін жердің үстінде қалдырады. Сонда хүкімдар ашық жігіттен еле құрылысы бітпеген гүмбезден өзін төменге таслап, өз мұхаббатын дәлелдеуді сұрайды. Жігіт өзін таслайды һәм набыт болады. Сонан кейін қыз да жоғарыдан өзін таслайды делінеді. Соның ұшында қыздың үйіне келген зияратшылар бұл майданшаны баспай айланып өтеді екен. Бұл жердегі және бір диққатқа ылайық орындардан бірі міне осы екі гербіште 19 ғасырға тиесілі болған парсы тіліндегі жазу бар. Ал осы жерде болса мавзолейдің реставрация қылынбаған хақиқи варианты сақланып қалынған. Қабірлерден бірі Назлымхан, ямаса Мазлумхан сұлуға, екіншісі болса оның ашығы, ұста Әбу Талибке тиесілі екенлігі айтылады. Сондай қабірлердің бірінде алдын парсы тілінде өмір ажайып, бірақ оның мәңгі емеслігі ашынарлы деген философиялық қосқылар болғанлығы да айтылады. Біреулер бұны жер жүзіндегі сарай болған десе, басқалар 20 ғасыр басларына шекем дәрушілер зікір салып, науқасларды емлеген орын дейді. Ал сіз осы имаратқа байланысылы және қандай мағлұматларды білесіз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.